Фильм Элен Хуттер есімді жас әйелдің қорқынышты түсінен басталады. Түсінде ол қуатты әрі зұлым жын Носфератумен келісім жасайды. Келісімнен кейін жын, яғни вампир, онымен жақын байланысқа түсіп, кейіннен оны қылқындырады. Осылайша әйелді толықтай баурап алады. Кенеттен Элен шошып оянып, мұның барлығы жай ғана қорқынышты түс болғанын түсінеді. Оның күйеуі Томас әйелінің мазасыз күйін байқап, оны құшақтап, бәрі жақсы екенін айтып жұбатады. Оқиға 1838 жылы Германияда өрбиді. Томас асығыс түрде бастығы Хер Нокпен кездесуге кетеді. Элен әлі де тісінің әсерінен арыла алмай, оны ойлаумен болады. Жұмыста Томас кешіккені үшін Хер Ноктан кешірім сұрайды. Бастығы оны жуырдағы үйленумен құттықтап, сосын оған бір іскерлік ұсыныс жасайды. Ол Томастан Висбургтегі үйді бір ерекше әрі оқшау өмір сүретін адам граф Орлокқа сатуды сұрайды. Томас бұл келісімді қабылдайды, өйткені бұл оған қызметінде жоғарылауға көмектеседі деп үміттенеді. Кешке Томас Эленге алдағы сапары жайлы айтып береді. Элен бұған көңілі түсіп, оны бұл сапардан бас тартуға шақырады. Ол оған үйлену тойына дейін көрген қорқынышты түсін баяндайды. Түсінде ол өлімге тұрмысқа шығып, ал той қонақтары өлген балалар болған. Қорқынышына қарамастан, Томас бұл тек түс екенін айтып, оны жұбатады. Және олардың болашағы үшін бұл сапарға баруы керек екенін түсіндіреді. Келесі күні Томас Эленді досы ауқатты Фритье Регардингтің үйіне апарып тастайды. Қоштасар алдында ол әйелін тағы да жұбатып, қорқатын ештеңе жоқ екенін айтады. Түнде Элен тағы да қорқынышты түс көреді. Онда Носферату онымен жасаған келісімді одан әрі күшейтеді. Келесі таңертең сапарға шығар алдында Элен Томас қалқасын сыйлайды. Алайда ол білмеген нәрсе, Элен өз шашынан бір тал қиып алып, алқаның ішіне жасырып қойған болатын. Бұл Носферату қойған талаптардың бірі еді. Ұзақ сапардан кейін Томас Трансильванияға жетеді. Бастапқыда жергілікті халық оны жылы қарсы алғанымен, көп ұзамай олардың қылығы өзгеріп, олар бір түрлі күле бастайды. Ауылдың ақсақалы оларды сөгіп, Томасқа граф Орлокпен байланысудың қауіпті екенін ескертеді. Бірақ Томас оны пара беріп, ауылда бір түнге қалуға көндіреді. Түнде қарт әйел оған бір крест сыйлап, оны өзімен бірге алып жүруді ескертеді. Кейінірек Томас ауыл тұрғындарының бір мәйітті пышақтап жатқан үрейлі рәсімін көреді. Олар бұл адамның вампир екенін айтады. Көргендерінен шошыған Томас жатын бөлмесіне барып, келесі күні таңертең жолын жалғастыруға бел буады. Жолда кенеттен жұмбақ күймеге тап болады. Айдаушысы жоқ болса да, ол батылдық танытып ішіне отырады. Күйме оны граф Орлоктың қамалына қарай алып кетеді. Жол бойында оған қасқырлар еріп отырады. Ақыры Томас граф Орлоктың зәулім сарайына жетеді. Оны үрейлі әрі тағатсыздана күткен Орлок қарсы алады. Граф Томастың кешіккенін айтып, үйді сатып алу мәмілесін тезірек аяқтау үшін кешкі асқа бірге отыруды ұсынады. Ас кезінде Орлок оған шарап ұсынады. Томас ауыл тұрғындарының айтқан қорқынышты әңгімелері жайлы сұрағанда, граф мұның барлығын негізсіз ырымдар деп жоққа шығарады. Томас тамақтанып отырған кезде байқаусызда саусағын кесіп алып, қанатып алады. Қанның иісіне тартыла кеткен Орлок оғаш қылық таныта бастайды. Томас бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді, бірақ тым кешеді. Граф Орлок өзінің шынайы болмысын көрсетіп, оған шабуыл жасайды. Осы уақытта үйде қалған Элен досы Аннаны төніп тұрған қауіп туралы ескерткісі келеді. Бірақ Анна оған сенбейді. Барлығы Эленнің қиялынан туған нәрсе деп ойлайды. Ал Томас есінен танып жатқанда, ол бір түсініксіз түс көреді. Осы сәтте Орлок оған белгісіз оккульттік тілде жазылған құпиялы құжатқа қол қоюға мәжбүрлейді. Сондай-ақ граф Томастың алқасын тартып алып, оның ішінде жасырылған Эленнің шашын алады. Бұдан кейін Орлок келісімнің бір бөлігі ретінде Томасқа алтын теңгелер береді. Томас есін жиған соң сарайдан кеткісі келетінін айтады. Бірақ Орлок оның кетуіне үзілді-кесілді қарсы шығып, енді бұл мүмкін емес екенін мәлімдейді. Көп ұзамай Томас өзінің кеудесінде белгісіз тістің іздерін байқайды. Және Орлок одан қоректенгенін түсінеді. Сарайдан қашу үшін ол бүкіл жерді тінтеді. Бірақ барлық есіктердің құлыптаулы екенін көреді. Ақыры ол жертөлеге апаратын қараңғы баспалдақты тауып, төмен түседі. Онда ол Орлоктың табытта ұйықтап жатқанын көреді. Томас оны балтамен өлтірмек болады. Бірақ граф кенеттен оянып, шабуылды тоқтатады. Қатты шошынған Томас қаша жөнеледі. Орлок осы кезде Эленнің шашын пайдаланып, сиқырлы ритуал жасайды. Осы ритуал орындалған сәтте Элен оған алыстан сезініп, әлсіреп, өзін жайсыз сезіне бастайды. Орлок өз күшін қолданып, Томасты құлыптаулы есікті ашуға мәжбүрлейді. Оны өз еркінен айырып, толықтай бағындырады. Осыдан кейін граф Томасқа тағы шабуыл жасап, одан аяусыз түрде қоректенеді. Одан соң Орлок тағы бір сұмдық әрекет жасап, Томасты одан әрі өз билігіне алады. Фридрихтің үйінде Эленнің жағдайы күрт нашарлайды. Ол есінен танып, денесін құрысу билеп, бір түрлі белгілер пайда болады. Фридрих дереу дәрігер Вильгельмді көмекке шақырады. Дәрігер Эленді тексеріп жатқанда, ол сандырақтап, трансқа түскендей күйге енеді. Вильгельм оған тыныштандыратын дәрі егеді. Бірақ бұл көмектеспейді, Эленнің жағдайы одан әрі нашарлай береді. Соңында дәрігер оны өзінің ұстазы,
Швейцариядағы оккульттік ғылымдармен айналысатын ғалым Альбин Эберхард фон Фронцқа апаруды ұсынады. Осы уақытта Томас сарайдан қашудың жолын тауып, терезеден секіреді. Алайда жерге емес, өзенге құлап, есінен танып қалады. Кейін оны жағалаудан бір монах әйел тауып алып, жақын маңдағы шіркеуге жеткізеді. Ол Томас үшін дұға етіп, ақыры ол есін жиып, көзін ашады. Ал Фридрихтің үйінде Эленнің құрсуы күшейіп, дәрігер Вильгельм оған көмектесе алмай қиналады. Ол бұл жерде зұлым күштің, шайтанның бары анық екенін айтып, жағдайдың одан сайын ушығып бара жатқанын ескертеді. Шіркеуде есін жиған Томас бұл сұмдықтың әлі аяқталмағанын түсінеді. Монах әйелдер оған біраз тынығуға кеңес берсе де, ол үзілді-кесілді бас тартады. Томас қандай жағдай болса да, Висбургке қайтып барып, Эленді құтқаруы керектігін айтады. Осы уақытта граф Орлок Висбургке қарай сапарға шығады. Ол өзімен бірге табытқа салынған мола топырағы мен оба тарататын егеу құйрықтарды алып жүреді. Дәрігер Вильгельм мен Фридрих Швейцариядағы профессор Альбиннің үйіне келеді. Альбин оларды жылы қарсы алып, Вильгельмнің Эленнің жағдайы туралы баяндауын мұқият тыңдайды. Зерттеу жүргізген соң, Альбин Эленнің Носферату індет тарататын жын вампирдің ықпалына түскенін анықтайды. Ол Эленді емдеуге тырысып, оның ішіндегі зұлым рухқа тікелей сөйлесуге шақырады. Сол сәтте Элен кенеттен есінен айырылып, оның денесін граф Орлок билеп алады. Эленнің аузынан енді Орлоктың дауысы естіледі. Элен кенеттен шыңғырып көмекке шақырады, бірақ өзін өзі ұстай алмай, толықтай билігін жоғалтады. Альбин Фридрихке Эленнің жынның қарғысына ұшырағанын айтады. Бірақ Вильгельм бұны сандырақ деп есептейді. Фридрих Эленнің симптомдары Томастың ұзақ уақыт бойы үйде болмауынан туындаған күйзеліс деп ойлайды. Альбин жынды тереңірек зерттеу керектігін айтып, Аннаға Эленді мұқият қадағалап, бірдеңе өзгерсе, бірден хабарлауын тапсыра. Осы уақытта Томас Висбургке оралып, Эленнің тістері шындыққа айналғанын мойындайды. Алайда көп ұзамай ол есінен танып қалады. Дәл осы кезде күзетшілер Фридрихке кеменің апатқа ұшырағаны туралы хабар береді. Олар оған Висбургке оба індетін алып келген бір түрлі кемені көрсетеді. Бұл Орлоктың кемесі еді. Орлок өзінің жаңа үйіне келіп, қызметшісі Нокпен кездеседі. Нок оған құрметпен бас иеді. Ал Орлок бүкіл аймаққа үрей мен үмітсіздік таратуға уәде береді. Ал Томас қатты сырқаттанып, Элен оның жанынан кетпей күтім жасайды. Анна Эленге келіп, оған сенбегені үшін кешірім сұрайды. Осы уақытта дәрігер Вильгельм мен Альбин Орлоктың кемесінен табылған мәйітті зерттейді. Олар кемедегі егеу құйрықтардың қарапайым емес, зұлым күшке ие екенін анықтайды. Альбин дереу Нокты табу керектігін айтады. Бірақ ол әлдеқашан қашып кеткен еді. Орлок қараңғылық пен үмітсіздікті күшейту үшін сиқырлы заклинание оқи бастайды. Томас оның бейнесін көреді де, кенеттен қорқып оянады. Бұл уақытта Анна төменге түсіп, Эленнің бір түрлі қылықтар көрсетіп жатқанын көреді. Элен Аннадан түні бойы қасында қалуын өтінеді, және Анна келіседі. Альбиннің кеңсесінде ол вампирлік оба туралы зерттеуін бөліседі. Түнде Элен түсінде Орлокты көреді. Ол Эленді алдамақ болып, Томастың 16-ға айырбастап, ажырасу құжатына қол қойғанын айтады. Бірақ Элен бұған сенбейді. Ашуланған Орлок егер Элен оған бағынбаса, Томасты өлтіретінін ескертеді. Элен оянғанда, Орлоктың күші қазірдің өзінде таралып кеткен еді. Оның егеу құйрықтары Аннаға шабуыл жасайды. Ал Элен бұл сұмдықты көріп, шошып кетеді. Оба жылдам таралып, Висбург карантинге жабылады. Анна да ауру жұқтырып, обаның белгілерін көрсете бастайды. Элен жағдайдың бақылаудан шыққанын түсініп, айқайлап жылайды. Фридрих оны жұбатқанымен, кейін Томас екеуіне қаладан кетуді ұсынады. Оның ойынша, олар аурудың таралуына себепкер болуы мүмкін. Элен бұл айыптауға ашуланады. Осы уақытта Альбин Ноктың кеңсесінен бір түрлі белгі табады. Ол Носфератудың келуін ескертетін символ еді. Элен мен Томас үйлеріне оралады. Томас Эленнен қаладан кетуін сұрайды. Бірақ Элен бұған қарсы шығып, бәрі үшін тым кеш екенін айтады. Ол жастық шағында жынды шақырғанын, және сол уақыттан бері Орлокпен байланыста болғанын мойындайды. Сондай-ақ ол Томастың қауіпсіздіктен гөрі ақшаны көбірек ойлайтынын айтып айыптайды. Ол Томасқа Орлок үшін қол қойған құжатты есіне салады. Екеуі айтысады. Содан кейін Элен дірілдеп, Носферату оны билей бастайды. Томас не болып жатқанын түсінеді де, көмек шақыруға тырысады. Бірақ Элен оны тоқтатады. Жынға одан әрі бағынған Элен Томастан онымен жақындасуын талап етеді. Бұл болған соң, Элен қайтадан өз қалпына келеді. Бірақ қатты қорқып, абдырап қалады. Сол түні Орлок Фридрихтің балаларын өлтіреді. Осылайша өзінің күшін көрсетеді. Отбасынан айырылған Фридрих енді Носфератудың шынайы екенін түсінеді. Альбин вампирді өлтірудің жалғыз жолы бар екенін айтады. Носферату тек таза жүректі әйел өз өмірін саналы түрде құрбан еткенде ғана өледі. Элен жалғыз үміт еді. Жанұясынан айырылған Фридрих Носфератуды шақыру үшін өзінің әйелінің денесін пайдаланып, ритуал жасамақ болады. Бірақ қалғандары келгенде, олар Фридрихтің обадан қайтыс болғанын көреді. Оның және әйелінің денелерін өртеуге шешім қабылдайды. Осылайша індеттің одан әрі таралуына жол бермеу үшін топ өз жоспарын іске асыруға кіріседі. Элен Орлокты өз бөлмесіне шақырып, оны алдауға тырысады. Осы уақытта басқалары Орлоктың табытын тауып, оны ашқанда,
ішінде Ноктың денесі жатқанын көреді. Олар Орлоктың оларды алдап кеткенін түсінеді. Томас Эленді құтқаруға асығады, ал Альбин криптаны жойып жібереді. Элен үйінде үйлену көйлегін киіп, Орлокты күтіп отырады. Ол өзінің некантын қайталап, толығымен оған беріледі. Ол өзін оған құрбан етіп, оның қанын ішуіне мүмкіндік береді. Таң атқанда Орлок әлсірей бастайды, және Эленнің құрбандығы оны жойып жатқанын түсінеді. Ол жансыз денеге айналып, қатты қиналып өледі. Элен оны соңғы сәтке дейін құшақтап, бірге өледі. Томас жетіп келгенде, Элен әлсіреп, өмірден өтіп бара жатты. Ол Томастың қолын ұстап, соңғы демін шығарады. Осылайша Элен обаны тоқтатып, Носфератуды мәңгілікке жойды. Және фильм осымен бітеді.